Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздер блоктармен танысатын боламыз. Жеке барлық блокпен. Мынау бізде бастапқы блок, яғни начало, бастау. Мына жерде бізде сөндіру, тоқтату. Енді бірінші блоктан бастайық. Бұл бізде мотордың жылдамдығы. Яғни бұл жерде 0-ден 10-ға дейін жылдамдықты өзгертуге болады. Мына жерде мотордың уақыты. Мен сіздерге демонстрация ретінде сразу қосып көрсетейін. Сіздер смартфонды қосамыз. Мына жерде бізде вентиляторды көріп отырсаңыздар, вентиляторда мотор және қозғалтқыш датчигі тұр. Енді мына жерде біздер моторды қосатын болсақ, 1 секунд қана айналады және тоқтайды. Бұл жерде де уақыт бізде секундпен есептеледі. Яғни 3 секундқа қоятын болсақ, мотор 3 секунд айналады, сосын тоқтайды. Үшінші блок бізде моторды тоқтату. Яғни бұл моторды тоқтатусыз-ақ былай негізі 3 секундтан кейін жалпы мотор тоқтайды. Бірақ бізге кейбір жерлерге моторды тоқтату блогы керек болады. Сол себепті пайдаланамыз. Мына жерде 3 секунд айналады және тоқтайды. Енді мына жерде бізде екі блок бар. Бұл екі блок, яғни мотордың бағытын оңға солға айналдырады. Мысалға, біздер мына блокты қоятын болсақ, мотор солға қарай айналады. Енді мынаның негізі жалпы үстінен бастақ та мотордың бағыты өзгереді. Байқаған шығарсыздар, оңға айналды, солға айналды. Бізде бағыттан кейін мына жерде бізде микроконтроллердің байқап отырсаңыздар, өзінің цветі бар. Яғни бұл программамен біріктірілген кезде осы түс жанып тұрады. Енді біздер бұл түсті өзгерте аламыз. Яғни бұл түс керек болады. Жалпы бір программадан екінші программаға өткен кезде пайдалануға жақсы. Жалпы қай жерге программа келгенін сіздер біле аласыздар. Мына жерде бізде 10 түрлі түс бар. Біздер мысалға қызылға қоятын болсақ, смарттап қызылмен жанады. Енді мен сіздерге мысал ретінде келтірейін. Бізде мысалға мотор айналды 3-ші скоростьпен, содан кейін тоқтады және артқа мысалға оңға айналды дейік. Енді солға айналған кезде бізде қызыл түс болып жанатынға өзгертеміз. Және міне мысалға мына жерде мотор 8-ші скоростьпен қосылды, оңға айналады, 3 секунд айналады және мотор тоқтайды. Одан кейін қызыл түс жанатта бізде мотор солға айналады. Дәл сол программаны жалғастырамыз. Бірақ бізде бұл жерде тек мотордың бағыты ғана өзгеріп тұр. Мысал ретінде қарасаңыздар болады. Көрдіңіз, уже моторды сіз мына түске қарай айыра аласыз, уже артқа айналып жатқан. Мына жерде бізде звуковой блок, дауыстың блогы. Яғни бұл жерде өзіңіздің дауысыңызды жазуға болады. То же самое жаңағындай түс сияқты қылып, мысалға белгілі бір, мысалға мен мына жерден дәл жаңағы жерден алып қойып жіберетін болсам, мына жерге осылай қоятын болсақ, яғни кейінгі айналған кезде осындай звуковой сигнал береді. Сіздер білетін шығарсыздар, мысалға ірі техникалар, мысалға погрузчик болсын, трактор болсын, артқа жүрген кезде сигнал береді. Сондай кезде де пайдалануға болады. Мына жерде енді бізде бұл жерде мысалға старт ретінде пайдалануға болады. Мысалы жарысқа небір мысалы природное явление, сондай кезде просто сізге картинка шығарып береді. Көрдіңіз ба? Тоқтады. Мына жерде бізде шағын математика. Көріп отырсаңыздар, мына жерде қосу, азайту, көбейту және бөлу. Яғни программа құрған кезде мынандай программалар болады. Сіздер программа құрасыздар, циклмен айналады ол программа. Каждый раз айналған кезде мысалға мотордың жылдамдығы көбейеді. Мысалға сол кезде мына қосуды пайдалануға болады. Яғни азайтуды жылдамдықты кейін қарай азайтуға болады, жылдамдықты кейін қарай қосуға болады және көбейтуге болады және бөлуге болады. Сондай кезде пайдаланамыз. Мына жерде жаңағындай тоже картинка, мына жерде бүйтіп қарасаңыздар үлкейтеді, кішірейтеді. Бөледі деген сияқты. Мына жерге сіздерге көрсетсем. Енді сары блоктарға келетін болсақ, сары блок мына жерде бізде жаңағы айтқандай начало, бастау. Мына жерде де бізде бастау. Бұл жерде мысалға 2-3 или 4 программа құрылған кезде, мысалға А кнопкасын басатын болсақ, 2 программа бірге қосылатын болады. Яғни 3 программа болып, 2 программа мысалға бірге қосылып, 3-ші программа өзгеше қосылу үшін, мысалы мынаны баға өзгертеміз. Қарасаңыздар, А бірге басылып, бұны отдельно бастап, отдельно басылады. Енді келесі мына жерде хатты көріп тұрсыздар да, хаттың блогы. Енді бұл жерде осы программаны жалғастырып жіберейік. Яғни программа ұзын болған кезде или бөліп программа жасалған кезде пайдаланамыз. Енді бұл жерде көрсеңіздер қазір яғни мына хаттан осы хатқа секрет. Яғни мына жерге біздер би деп жазатын болсақ, мына жаққа обязательно би деп жазатын болады. Сол кезде мысалы бір программадан екінші программаға секретін болады. Қарасаңыздар, мотор тоқтады, екінші программаға келді. Яғни мына жерде бір қате болса, бұл программа уже бізде келесі программаға секірмейді. Почтаға лақтырылмайды деген. Енді мына жерде бізде ожидание, күту. Бұл жерге в основном датчиктер пайдаланамыз. Және де жаңа сандарды или әріптерді пайдаланамыз. Бұл жерде бізде 2 датчик, жаңа 2 сенсорымыз. Мынау бізде датчик наклона, яғни үстін бастан солға қисайды,
оңға қисайды, артқа, алдыға. Осы арқылы команда беріледі. Қазір менде қозғалтқыш датчигі қосылып тұр. Қозғалтқыш датчигін көрсетейін. Мысалға бізде программа қосылды, бірақ бізде белгілі бір кедергі немесе объекті дейді ғой енді. Сондай кезде мысалға программа іске қосылады. Оған дейін бізде күтіп тұрады. Кәне көрсетейін сізге. Қазір міне көріп тұрсыздар, сары мен жам сөніп тұр. Бұл қазір сенсор объекті ештеңе көріп тұрған жоқ. Яғни мен мына жерге қолымды қоятын болсақ, программа іске қосылады. Датчик наклонмен да дәл солай жұмыс істейді. Бұл да команда күтеді. Яғни бұл жерде команда қосылған жағдайда, мысалға датчик наклонда шалқайтқан кезде, ана команда дальше жұмысын береді. Команда береді келесі программаларға өтуге. Енді мына жерде бізде цикл, повтор. Яғни дәл осылай бізде программа құратын болсақ, бұл жерде бізде цикл болады, повтор. Яғни бұл жерде вообще тоқтамайды, цикл айналып тұра береді. Өйткені бізде мына жерде задача жоқ мысалға. Задача мысалға тоқтатамыз мысалға. Мына жерге қоятын болсақ, біздер 2-ні басатын болсақ, бұл тек 2 рет қана повтор жасайды. 3 рет қоятын болсақ, 3 рет деген сияқты солай кете береді. Если бұл жерде задача болмайтын болса, бұл шексіз айнала береді. Яғни смарт хабтың батарейкасы отырғанға шейін. Енді мына жерде бізде голосовойда то же самое, жаңағындай командамен жұмыс жасайды мысалға. Қазір көріп отырсаңыздар, мына жерге міне микрофонның суреті шықты да, раз менің дауысымды естіп тұр. Микрофонның датчигі. Сосын каждый портқа қосылған кезде, мысалы мына жерде бізде қозғалтқыш датчигі тұр және мотор тұр. Сосын бізде микрофон тұр. Қозғалтқыш датчигіне қолым жақтататын болсам, значение өзгереді. 10-ға дейін, 10-нан 0-ге дейін. Енді мына жерде бізде қалай жұмыс жасайтынын сіздерге көрсетейін. Бізде бастау. Қазір. Старт. Командамен ғана жұмыс жасайды, көрдіңіз ба? Менің даусымды естіген уақытта бұл жұмыс жасайды. Старт. Дәл солай. Дальше бізде болар жаңағы сандар және әріптер. Сосын мынау бізде поочередность дейді. Қазақша қалай? Мысалға, бірден бастап кезекпен жүреді. Мысалы, мана сіздерге айтқандағыдай, көбейту, қосу, алу кезде пайдаланамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.